Достар, мынаның іші бір түрлі, мына қараңыздар, мен ашып көріп едім. Барлықтарына сәлемдістер, және менің арнама қош келіңіздер. Менің бүгінгі түсіретін видеом эксперимент. Яғни мен қазір лизунменен эксперимент жасайтын боламын. Бұл менің лизуным, және мен анамдай бір қорапқа салып қойдым. Қорап тебіреу болады. Қазір сіздерге алып көрсетейін. Мен қазір осы лизунды холодильникке 2 немесе 3 сағатқа қойып қоятын боламын. Ол қазір кәдімгі лизундарға ұқсап, созылып, кәдімгідей болыпты. Білмеймін, бірақ оны холодильникке салғаннан кейін вообще өзгеріп кететін сияқты меніңше. Көреміз қазір холодильникке салғаннан кейін. Ендеше достар, кеттік. Лизунды холодильникке салып қайтайық. Қош бол енді лизуным мені. Давай сне. Мен жаңағы лизунды холодильникке қоям деп айттым, но мен оны морозильникке қойдым. Какая разница? Большая разница. Достар, мен слаймды алдым, және ол менде 2 сағатта. Достар, бұл менде бір түрлі бір мұзба сондай болып қалған. Прям көріп тұрсаңыздар, тіпті езілмейді, прям жаман-ақ болып қалған. Яғни лизунды біз құрттық деуге болады. В общем, бесполезный нәрсе болып қалды уже. Достар, мынаның іші бір түрлі, мына қараңыздар, мен ашып көріп едім. Осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, және менің арнама жазылыңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар.